Қайырлы күн баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді қимақтың рецептін бөлісетін боламын. Сүттен емес, сары судан жасалынады. Дәмді әрі пайдалы. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге жұмыртқа қажет болады. 3 немесе 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызға жарты кесе қант қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық тұз қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және 1 шай қасық ас содасын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді сары суымыздың жартысын құйып алып, жақсылап араластырып, 1 стакан ұн қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қалған сары суымызды қосып, тағы да 1 стакан ұн қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Соңында 2 ас қасық сұйық май қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Құрамындағы барлық ингредиенттің мөлшері төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Сүттен, айраннан қалған осындай сары суды тастамай, осындай блины, панкейк немесе нан илеуге болады. Сары суды ішуге де болады, адам денсаулығына өте пайдалы. Сұйық массамыз дайын. Енді тапамызды қыздырып, оған майды жағып, құймағымызды құйып, 2 жағын да пісіріп аламыз. Келесі тағы да осылай тапамызды қыздырып, тағы да май жағып щеткамен, құймағымызды құйып, осылай қайталап отырып пісіріп аламыз. 2 жағын да қызартып пісіріп аламыз. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бір жасағаннан сәтті шығады. Сіздерге видео пайдалы болса, ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.